Әлемдік фэшн өндірісте өз атын қалыптастырған алғашқы қазақстандық танымал дизайнер Құралай Нұрқаділова наурыздың 10-ында қыз-келіншектерге арналған «Магнетизм женщины» атты тренинг өткізді. Тренингке танымал дизайнердің өзінен шақырту алғаныма өте қуаныштымын. Өйткені қазақ көп сүргеннен емес, көп көргеннен сұра дейді. Расында өмірдің ағында, қарасында көрген, тағдырдың талай теперішіне мойынсынбаған, нәзік әрі талантты тұлғамен жүздесу мен үшін үлкен тәжірибе. Құралай жеке сән үйі және көптеген брендтердің авторы Құралай Нұрқаділова бүгінде бизнесте табысқа жету, отбасындағы үйлесімділік секілді маңызды тақырыптарда тренинг, семинар және жеке сессиялар өткізіп, бай тәжірибесімен бөлісуде. Нәзік жандылардың ішкі тартылыс күшін қалыптастыруға бағытталған тренинг 3 сағатқа созылды. Әйел адамның негізгі сипаттамасы қандай болу керек? Вопрос непростой, конечно. Женщина, она разная, и у нее очень много функций. Она должна уметь дома быт создавать, и рожать детей, и быть, возможно, даже успешной. Если мужчине немножко легче, он может, в принципе, просто созидать, то женщине еще плюс рожать детей. Поэтому, конечно, женщине не так просто. Поэтому ее роль более активная, чем мужчины. И поэтому мир держится на женщине. Осы жылы Астанаға қоныс аударған Құралай Нұрқаділова бүгінде жеке шоурумын таныстырып үлгерді. Теперь здесь одно из офисов, в Алмате головной офис. И, в общем, мы будем, конечно, создавать красивые наряды тоже тут. Ендеше, Астанадағы Құралай сән үйінің филиалынан дизайнердің әкесі Заманбек Нұрқаділовтың құрметіне шығарылған жаңа Заман брендінің тауарларында таба аласыздар. Тренинг барысында мен ибалы әйел мен бизнес-вумен арасындағы балансты сақтау сырларын, отбасына жылулық пен тыныштық орнату құпияларын және бизнесте табысқа жетудің шарттарын игердім. Ескере кететін жайт, Құралай менің жадымдағы тренингті кестеде белгіленген уақыттан артық өткізген жалғыз адам. Менің ойымша, қазақ қыздарына табысты болудың ғаламтордағы еуропалық модельдер мен шаблондарын оқығаннан гөрі біздің мәдениетімізге тән ерекшеліктер ескерілген осындай өмір сабақтары көбірек пайдалы. Толық ақпарат видеоның сипаттамасында көрсетілген. С удовольствием всех встречу, буду ждать вас всех.